Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін үй жағдайында домашний пловтың жасалу жолын көрсететін боламын. Шашырап пісетін палау өте дәмді, қарапайым рецепт. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен сәбізімізді ашып, дайындап алатын боламыз. Содан соң осылай майдалап турап аламыз. Адам санына байланысты палауды жасаймыз. Бізде 2 адам болғандықтан, адам саны аз болғандықтан мен майдалап тураймын. Егер сіздерде көп болса, ірілеу етіп турай беріңіздер. Сәбізімізді турап, етімізді жуып, пиязымызды да турап аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Осылай бір беті қызарған соң екінші бетіне аударып, тағы да қызартып қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды да салып, қызартып қуырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Дәл осылай қызартып қуырып болғаннан кейін үстінен сәбізімізді де салып қуырып алатын боламыз. Сәбізіміз бұл жерде ары кетсе 1-2 минут қана қуырасыздар. Көп қуырудың қажеті жоқ. Одан соң үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық осылай мен роллтың приправасын қосамын. Өзіме ұнайды. Осылай приправаларды қосасыздар. Оның үстіне зірәні қосасыздар. Арнайы осылай палаудың зірәсі. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Көршімізді жуып, үстінен тұзымызды салып, осылай жарты сағат көлеміне қойып қоямыз. Содан соң күрішімізді қайнап тұрған суымыздың үстіне салып алатын боламыз. Үстіне салып, кішкене қайнатып, суы тартылғанша орташа отта қайнатып аламыз. Қайнаған кезінде астын пәсейтіп, жай отта қайнатасыздар. Осылай суы тартылып, болған соң жан-жағын жинап, жақсылап жиып, ортасын тесіп, су құйып бұқтыратын боламыз. Дәл видеодағыдай қасықтың көмегімен орталарын ашып аламыз. Сонда жақсы күрішіміз пісетін болады. Суды аз мөлшерінде құйыңыздар. Және де күрішіңіз жақсы піссін десеңіз, осылай мен сияқты пакеттерді, салафанды бетіне жауып қойсаңыздар, күріштеріңіз таза пісетін болады. Тамағымыз пісіп шықты, қып-қызыл әдемі болып шашырап пісті палауымыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.